Бәріңіз сәлем бауыры сіздермен бірге мен құрт ютубер. Бүгінгі видеода біз мен қалай ойнаймын және де қандай настройкамен, қандай программа тартып ойнаймын, не нәрсемен хет беремін. Бүгінгі видеода біз соны көрсететін боламыз. Жалпы сіздер мына жасыл бәйлені көріп тұрғандай, бұл не екенін деп түсінбей жатсаңыздар, қазір мен сіздерге бұны түсіндіріп кетемін. Бұл жалпы екі нәрсе көмектеседі. Бірінші, Free Fire настройкаңызды только басына беретін сияқты хет соны көмектеседі. Вот. Ал екінші, бұл AWM снайперлермен атқанда, сондай көмектесетін зат. Бұл, мынандай программа. Ойбай, қазір ренжімеңіздер. Вот, мынандай программа. Осын тартқан кезде, осындай жасыл точканы қойып аласыздар. Любой нәрсені только хет беруге көмектеседі бұл. Ал AWM снайпермен атқанда, вот, осы жасыл точка көмектеседі. Андай прицел жоқ кетеді, андай көзейтін дегенде. Сондай кезде бұл көмектеседі жасыл. Бұл осындай басқа атуға көмектеседі. Қытай ағам шақырып жатыр жоқ. Осылайнан опа, Скайлер. Осылайнан только хет беруге көмектеседі бұл. Қазір мен мынаяқтан алты құттырағаш салып алайын. Жоқ, М40 мен М5 алып көрсетейін сіздерге. М40 мен М5. Вот, хет береді осындай. Ойнаңыздар, скачать етіңіздер, ешқандай бан бермейді, ешқандай, бан бермейді, не деп айтсам болады. Вот, достар, жап-жасылда бәлені жоқ қылып тастадым, көріп тұрғандарыңыздай, хет жаңғілігінен вообще дұрыс кетпей жатыр, вот, арасында кетеді, арасында кетпейді, вот, көтеріп атып отырмын, хет кетпейді. Сондықтан мен анамен ойнаймын, есілші сіздер, ол сенде не қой деп, сен видеоларында оны жап-жасыл прицел жоқ қой десеңіздер, мен сіздерге айтайын, мен оны настройкадан кішкентай точка қылып қоям. Жалпы точка дегенде көзге көрмейтіндей қылып қоям. Әрине реклама болады бұндай жерлер болғаны көрген кезде. Көзге көрмейтіндей точка қылып қоям, сол арқылы ойнап жүрем. Көбінесе мен AWM снайпер алмаймын ғой. Вот осындай алты құттықтырғыш алып алайын қаз. Ойбай, шөп болыппын ғой. Вот, 1, 2, 3, ойбай, 4, 5. Мыналардың бәрін ұқталайын, ал сіздерге қазір бұлайнан көрсетейін. Вот, көріп тұрғандарыңыздай басына хет кетіп жатыр. Жалпы мен даусына мән бермей қойыңыздар. Кішкене тамағым ауырып жатыр дегендей. Все осындай. Тартыңыздар, ойнаңыздар. Бірақ ойнаған кезде мына жап-жасылды да өрт қоймаңыздар. Чуть-чуть өздеріңізге ғана көрінсе болды ғой. Ал келесі көріскенше, тәш-тәш.